Түлкі бауырсақты жеп қойыпты. Анасы, мені бауырсағым жеріп келіп тұр. Ал ендеше екеуміз бауырсақты пісірейік. Жарайды. Ал енді сен бауырсақ жегің келсе, бауырсақты илеп үйренуге бірінші. Бізге міне қара, ұн керек болады. Ашытқы, қант, тұз, май, су керек. Біз ең бірінші мына ашытқыға қант пен ашытқыны араластырамыз да, жылы су құйып қоямыз. Ол кішкене көтерілгеннен кейін нан илейміз. Жаңағы нанның ішіне біздің майымызды, тұзымызды салып, суымызды құйып, нанды илейміз. Ал қаншайым қара біздің нанымыз дайын, қамырымыз. Қазір екеуміз бауырсақ жаямыз. Жақсы ма? Қарап отыр, қазір саған берем, сен оны өзің есесің. Осылай жұмсақ қамырды кесіп аламыз бөліктерге. Ал енді қаншайым осылай нанды жасаған кезде, кескен кезде, оның жерге шашылса, мұқият қарап отыру керек. Өйткені нан, бізде айтады ғой, нан ас атасы нан деп, нанды сол себептен қастерлеу керек. Нанды жерге тастауға болмайды. Өзің қолмен жасап қош, мен сияқты осылай есесің. Сосын әдемі дөңгелек кесеміз да, осылай қатарлап қоямыз. Сен ес, мен саған кесіп беремін, өйткені жақты байқап мұқият ұстау керек. Әдемі бауырсақты кесіп қоямыз. Оның иек нанды енді кішкене көтерілгенін тосамыз. Сосын жаңа жегім келген бауырсағымды пісіріп жейміз. Қандай әдемі бауырсақтар көрсетсін. Анасым бауырсақ дәмді екен. Ой, ас болсын, қызым. Рахмет. Ал енді болсаңдар, әкесі ас қайырып жер. Алладан рахмет, пайғамбардан шапағат, таусылмайтын бақ береке болсын. Алла әрқашанда өзі қолдап, осы отырған бізге тек қана жақсылықты көруді нәсіп етсін. Дастарханға береке, денге саулық, есесін Алла беріп, не берсе де қайырмен берсін.